қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз бір саған. Көмегіңмен өзіңнің әліппем, 42 таныстық әріппен. Ең алғашқы білімді алдық мол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз бір саған. Рахмет саған әліппе. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз бір саған. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысымыз шексіз бір саған. Ата-аналар, құрметті ұстаздар, бүгін біздің мектебімізде, біздің сыныбымызда керемет әліппе мерекесі, әліппемен қоштасу мерекесін шаралары өтіп жатыр. Балаларымыздың жетістігіне өте қуаныштымыз. Ата-аналардың атынан сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Мектебіміз көркейіп, қазақ салт дәстүріміз үзілмей, осылай қазақ кластары көбейсе, әліппе мерекелері болып жатса, сауаттылығымыз, өзіміздің ана тіліміз дамып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді демекші, ана тілімізге осындай қатты құрметпен қарап, бала шағамыздың болашағы жарқын болсын ақ тілекпен осы мерекемізді аяқтағым келеді. Рахмет баршаларыңызға. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, бүгін міне біздің мектепте әліппемен қоштасу кеші өтіп жатыр. Сондықтан біздің бүлдіршіндерге тілейтінім, дендері сау болып, Ахмет Байтұрсын атасы сияқты, Мағжан Жұмабаев атасы сияқты үлгілі де ұстаз болып, осы мектептің жақсы түлегі атанып, жоғарғы деңгейдегі оқуларға түсіп, ары қарай өзінің ана тіліне деген қызығушылықтарын арттыруға тілектеспін. Бетін ашқан оқулығы әліппе. Барлық ғылымның атасы, болашағымыздың негізін қалаушы әліппе бітіру тойына қош келіпсіздер дей отыра, ертеңгімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Мектебіміздің директоры Байбосынова Алтынай Бектайқызына сөз беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Міне біздің мектебімізде өзіміздің түлектеріміз, сіздердің алып келген балапандарыңыз ең бірінші Ахмет Байтұрсынов құраған әліппемен қоштасып отыр. Мектепке келген кезде біздің балаларымыз арып танымаған. Енді міне біздің кішкентай шәкірттеріміз Ахмет Байтұрсынов сияқты, Абай Құнанбаев сияқты, Мағжан Жұмабаев сияқты үлкен балалар болып өсулеріне тілектеспін балапандар. Бүгінгі әліппелерімен қоштасып, ары қарай білімдеріңді жоғарғы деңгейде көрсетіп, біздің мектебіміздің өте жоғары білімді алтын медалмен бітіріп, қызыл аттестатты бітіріп, қолдарыңызға алуларыңызға тілектеспін. Сондықтан апайларының айтқанын тілін алып, білімді қуып, жоғарғы оқу орындарына түсіп, өздерінің ана тілдерінде жақсы оқып, жоғарғы деңгейде болуларыңа шын жүректен тілектеспін. Соның тілегіміздің ары қарай
білімімізді алып кететін біздің ата-аналар. Құрметті ата-аналар, сіздерге тілейтінім, бүгін балапандарыңыздың бірінші қызықшылығы, ары қарай білімдерін өркейтіп кеңейтуіне біздің мектебімізге үлкен үлес қосатында, балдарымызды білімді қылатында бір жағынан сіздерге біз сүйенеміз. Сіздердің арқаларыңызда балаларыңыз тек жоғарғы деңгейде көтеріліп, жоғарғы оқу орындарына түсіп, жаңағы айтып кеткендей ұлағатты ұстаздарымыздың жолын беріп, балапандарымыз тек шын биіктерден көріне берсін. Сіздерге денсаулық, алда келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Балам, жақсы бол. Міне сені мектебін, сабағына зейін сал, ақылды бол сен-сен. Қыркүйекте келіпте сыныпқа кірдім қуанып, қарсы алды ұстаз меріммен қадамымды қып алып. Қайырлы күн, уа халайық. Армысыздар мұғалімдер, әжандар, білім іздеп инемен құдық қазғандар, құшақ жая қарсы аламыз, сіздерді би-билеміз, әлде бүгін шырқалар. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгін көшкен ойымызға. Қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу тойымызға. Өсті міне бойларың, өсті ақыл ойларың, қуанышқа ортақпын, құтты болсын тойларың. Балалар, мен сендерге сұрақ қоюдан бастайын. Сендер оған жауап айтыңдаршы. Іші толған әріпке, білімдегі жарық не? Жақсы, олай болса бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Армысыздар, жас достар, армысыздар ата-ана. Іші толған әріпке, білімдегі жарық не, болашаққа жырашы, ол сүйікті әріппе, ол сүйікті әріппе. Күмбір-күмбір қалғырау, соғылған ақырқайып, қалам ұстап қолыма жағылған ақырқайып. Қос бұл құтты әліппе, көп нәрсені үйреттің, таныстың, бәлпе тақылдатып сөйлеттің. Сен алғаш қолға алғанда әліппені қызығып қарай беріп әріптерді. Мен үшін сыры жұмбақ бүктеттің, ұстазым маған кілтін алып берді. Қош көрмейім сүйікті әріппем. Сенің арқам оқу жаза білгенім, сауатты адамның қатарына кіргенім. Келгенде алғаш мектепке бермесе едік, әліпті оқимыз, қазір етекте үйреткен оны әліппе. Ыстық әліпбеттен жазуды оған ақылбен жеңі, ақылды жеңі бар. Әмізді әліппен нақтырап әліппен, әліппе деген атауына басталған қайырыптен. Ана айтқанда дауысымыз білдеді ұстазым, көз алдында күлімдеді, күн сайын әріптерін артын сөз оқимын айырып әріптерді. Әліппе сенің сырласың, әліппе досың болады, әріптердің шұғыласы, тәптеріне қонады. Антигені аналар ғой ардақты, әтигені әкелер ғой сабақты, бөтегені балалар ғой әдемі, біздің елде үшеуі де кәделі. Ата-ана атын сен бізге ұрытын айтты, бізге нақын сен сенен білдің артты. Енді біз жаза білеміз, әліпті қосып әліпке, биза болып саған сөйлеміз, сүйікті біздің әліппе. Әліппе
бүлдіршіндер қауымы сырын терең ұғады. Алфавит. Жас алфавиттің әріптерін айта ғой. О, Торғай, таяу келіп қонбайсың, жем сасайын тойып алып, сондай атқа тоңбайсың. Меніңше жақсы адам атты көріп отырғандар, апасының сөздері қасиеттен басталған. Ас біткеннің арасы, қасиеттің анасы, қасиеттен басталған соған не қарасын. Әліппе менің әліппем, өмірді танып келемін, қайталап менің ретім және көп рахмет. Ешкі тойылақ, шапқылай зымырап, анасынан адыса, айғалайды торабап. Раяна. Әліппе үмсікті жедім ғой, тәтті кен жедім ғой, оның аты білінген қайсы әріптен басталған. Пайдалы деп пияз жеп, пайдалы жас көзімнен, пісінші біраз деп пысылдады төзімнен. Ұшақ пенен ұштық, суықпен түстік, паровозбен кеттік, Астанаға жеттік, қабырғада карта, класс толған парта, келді оқу, оқығанды тоқу. Нәралықтың жауыннан, қорықпайтын дауылдан, емен деген ағаш бар, жапырағын жайылған. Түйегесіне қалай ұсайды оған қайнәліп, бесікке қалай ұсайды оған қайнәліп. Егіз деген егізсіз, егіз деген үшінші бұл қандайлық үшінші. Келе ғой. Үшіға келе ғой, сен ғой. Ерпі үші бұдан қайсар, шыға деген құралып, ал жұрпың төгіндеп құрастырып көрді. Балалар, әліппе, ұстаз, ата-ананың арқасында біз оқуды, жазуды үйрендік. Ендеше әрі қарай қалай оқитынымызды көрсетейік, әліппе оқуын. Сөз құрастыр. Тез құрастыр деген ойынды ойнай білек, балалар. Мәлімдер ме? Осы әріптерде сендер сөз құрауларың керек. Адасқан әріптер. Кім құрай олар? Мен. Ал, амқа құрай олсын ба? Келе ғой. Сосын мамаларға көрсетеміз. Мына жаққа қой. Қандай сөз шығарып тұрсың? Қандай сөз шығарттың? Қарай оқып бер, мамаларға оқып бер. Ұстаз. Ұстаз, жарайсың. Қатын ұстаз. Келе ғой. Қандай сөз құрастырып тұрсың? Қандай сөз? Қандай сөз дейсің бірінші? Ана, енді онда бірінші қайсын аламыз? Қай әріпті аламыз? Ана алам, ба? Қоя қойсын. Оқи ғой, мама қойсын. Қандай сөз құрадың? Ана. Ана, жарайсың. Келесің құрайын. Мен. Құрайсың ана жоқ? Сен әжім. Қандай сөз шығарып тұрсың? Кітап. Кітап? Қандай сөз шықты? Кітап. Қазір бізге әліппеден қалай оқитынымызды оқып береді. Амахан. Әріпті танып ал. Сөйлеп кетсе жаны бар. Әліппенің тұтқасы, әліпбиді біліп ал. Ой салады балаға әріптердің қатары кезегімен алаңда
Түсіндіңдер ме? Мыналар не жиналған, ей? Қайсың менің атымды атаған? Ой, білмеспек, сенің атында атағанмен ғой. Бүгін бізде әліппемен қоштасу мерекесі. Қазір мақалымызды бастырып тастайық, балалар. Келіңдер, білмесекте біле ме екен, кәне көрейікші. Әлде біз көп біле ме екенбіз? Бірінші қайсынан бастап қоямыз, сол сөзді аламыз. Кәне, келейік, қайсың? Мен. Сен келе ғой, неға сен жасың? 1, 2, 3, 4, 5 деген сандар берілген, ретімен қоямыз. Мына жаққа қоямыз, астына қарай. Қоя қой. Жоқ болды. Келесіне келеді. Ал Нұрмұхамед бара ғой. Қайсы ал? Қайсы? Бірден кейін қайсы ал? Реттік санын қоямыз, бірден кейін қайсы ал? Бірді қоймай кетті ғой, кім? Бірден кейін қайсы ал? Қайсы бірден кейін? Екіні алса шын, екіде қайсы сөз тұр? Қайде? Қайсы? Иә, ала ғой. Мына жаққа жанға қоймаңыздар. Отыра ғой, екісін ал. Мына жаққа, астына. Келесіне кім келеді? Келе ғой. Екіден кейін қайсы ал? 3. Үш қойдың ғой. Ала ғой. Сөзді кішкене өтіп берейін, өзім алайын. Ала ғой. Кішкене қайсаңыз? Келе ғой, ерғын ал. Қайсың үштен кейін? Қайсың? Қайда тұр? Мына жақ, мына жақ. Одан келді, сен соңғысы қалды. Қайсан қалды? Келе ғой жасайын. Мен ала ғой. Ала ғой. Мына жерде балалар мақтаушылық кім оқып береді? Сенен ұшықтар кім оқиды? Тағы да. Келе ғой, Нұрбан оқышы. Нұрбан оқыпты, келе ғой. Әліппенің ар жағы білім бағы. Жақсы, жарайсың. Жетпейме салма, онда әріп жазылған. Әріппені қайдағы әріп? Ал мына домбалақтың түресі. Ал мына есіктің түресі салып қойыпты. Бері қарай білмеспек. Сен де менің оқушыларым сияқты әріптерді танып жақсы оқитын оқушы болсындың ба? Жақсы. Сендер менімен ғана достасып қана қойған жоқсыңдар. Математика пәнімен де достастыңдар. Балалар, сендерге математика пәнінде тапсырмалар бар екен. Табақта 4 алма, қолында 2 алма, қосқанда барлығы болады ма? Неше алма? 6. Жарайсыңдар. Қайтып қонды 2 қаз, қонбады енді нешеуі? Қане кім шешеді? 5. Енді балалар, математика пәнісіндегі тағы да сұрақ қойғысы келіп тұр. Мына жерде ондықтар беріліп тұр, балалар? Иә. Бірақ бұл жерде бір-бір сандар, бір-бір ондықтар жоқ болып тұр. Ондан кейін ондық жоқ. Міне, орталарға ашып қойын, иә? Түсінікті ме? Түсініп отырмыз ба? Енді мына астында тұрған ондықтардан қоямыз. Келе қойып. Ондан кейін. Келе ғой тез.
Ал осы ондықтарды маған қайталап Он, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ал достар, сендер менің жолымды әрі қарай жалғастыратын ана тілі пәнімен танысасыңдар. Ана тілін ортаға шақырайық. Балалар, туған елдің тілімін ақылмен танығым, түсіндірме бәріне ана тілімен бол. Балалар, мен сенің келешекте сауатты азамат болатындарына сенемін.
арқасында жеткен алғашқы жеңістермен құттықтаймын. Сендер алфавиттің бүкіл әріптерін жаттап алдыңдар. Әрі өздерінің тұңғыш оқулықтарын әліппе бойынша оқуды үйрендіңдер. Әліппе сендерді тек әріптермен таныстырып қана қойған жоқ, оның беттері сендерді бір-бірлерімен тату дос болуға, адамгершілікке үйретті, мектеп ережелерімен таныстырды, білім баспалдағына өрлеген сапарларың сәтті болсын. Осымен біздің қош бол әліппе атты ертеңгілігіміз аяқталды. Құттықтау сөз сөйлеген оқу ісінің меңгерушісі Салтанат Үмбетова. Кішкентай бүлдіршіндер, бүгін сіздер әліппемен қоштасу кешін жасадыңыздар, көрдік, тамашаладық. Сіздердің осы 4 ай ішінде жеткен жетістіктеріңізді көрдік. Келесі бір үлкен баспалдаққа өткендеріңізді байқап отырмыз. Алғашқы мектепке 1 қыркүйекте келген күндегідей емес, қазір сіздердің біршама есейіп, мектеп өміріне төселіп қалғандарыңызды бір баспалдақты аяқтап келесі бір үлкен кезеңге өткендеріңізді байқап жатырмыз. Сондықтан құрметті ата-аналар, сіздердің қолдауларыңызбен осы балалардың жемісін, жеңісін бірге әрі қарай көреміз деген ойдамыз. Енді бүгінгі күнде балаларға деген азғантай сыйлық бар. Ол балалардың осы әліппемен қоштасу кешінде жеке-жеке өзінің медаліне ие болғандығы, одан кейін әрбір оқушыға деген кітаптан асқан сыйлық жоқ, сондықтан кітапшалары, дипломдары табысталады. Қазір мен ортаға Абдыкаев Әмірханды шақырамын. Келем. Айхан Нұрмұхамед құтты болсын. Қара. Келесі біздің бүлдіршініміз Аманбол Әбілхайыр. Осыны Әбілхайыр. Осылай тағы да ана тілінде оқып, көп іс-шараға қатысады деген ойдамыз. Келесі бүлдіршін Нұрбану Бекзат. Нұрбану. Келесі оқушымыз Бердіқұл Інжу. Келесі Жайнақ Нұрсұлтан. Келді ғой, бағамдан бері өзің күтіп отырған ғой, қарайсың. Сөйлеме? Адам өсіңді Адам. Келесі балақанымыз біздің Жарылқасынов Елжас. Кештен. Келесі балақан Жарылқасынов Мирас осындай дипломмен марапатталады. Келесі балақан Жасұланов Ерқанат. Үйге барғанда оқып аласың, жарай ма? Алда каникул келе жатыр, каникулда оқитын кітаптарымды сендерге. Нахмадинова Каусар. Каусар құтты болсын. Артығын қашпай қойын, олай білейін. Нұржан Нұржас. Нұржас деген бала өзі күнде амандасып жүреді. Өткен кеткенде. Рамазанов Нұрсұлтан. Келе ғой. Үлкен батыр осы класста. Келесі балақанымыз Рузабек Раяна. Раяна құтты болсын, бантигінен тақпай қойын.
Жансая сеніңге құттықтауыңды мына жерге тақтай қойайын. Енді біз сіздерден тек қана осы балалардың барлық іс-шараға қатысып, сабақтан қалмай үздік болуын қамтамасыз етуге сіздер тарапыңыздан, мына жақтан біздер болып, балалардың барлық жетістіктерін бірге тамашалап жүре берейік. Осыдан кейін келесі тағы барлық мерекелік іс-шараларын бас қосып. Рахмет сіздерге. Ата-аналар, ұстаздар, балалар, бүгін осындай тамаша мереке сіздерді енді құттықтаймын. Осы бірінші алдыңғы қадамдарымен осылай өмірде биіктен көрініңдер. Ата-аналарына енді денсаулық, шыдамдық, өз балаларыңызды әлпештеп осылай тәрбиелей беріңіздер. Сіздерге қуаныш әкелсін, үлкен біздің халқымыздың беделді азаматтары болсын. Мектептің есігі әрқашан ашық. Келіңіздер, көріңіздер. Біз сіздерді әрқашан қарсы аламыз, құрметтейміз, сыйлаймыз, мерекелерімізге шақырамыз. Барып ата-аналарға да рахмет осылай. Әрдайым ауызға түскеннен тамаша күйде жүреді. Мектебіне табыс етеді. Әрқашанда осы істеген жұмыс жемістеріңіз табысты болсын. Мына немерелеріміз келіп, міне бүгін әлпесін бітіріп 9 айда келген. Енді басқадай сабағында бұдан да жақсы оқуына біз Алла нәсіп етсін. Біз сондағы тілектеспіз. Осы мектеп өстіп, өрдей беріп, биыл 3-ші мектеп 3-ші класста оқыса, ендігер 10-11-ге шек оқуына тілектеспін енді. Неге көптің арқасында осы біздің еңбек істеген еңбегімізді, осы бағадағы еңбегін істеп жүре берсін. Қалған енді осы сағанда жақсылық тілеймін. Алдыңдағы істеген жұмыстың жемісі табысты болсын. Әрқашанда осы көпшіліктің арасында көппен бірге араласып, осы мектепті 11-ге шек алударына мен тілектеспін балама. Қазақ мектеп ашыла берсе, бізге де жақсы, менен жақын міне жерде біз жетектесіп біріне бір жағада жүре берсе, өзіміздің халқымызға қарай оралып, мектебіміз дами берсін енді. Әрқашанда өздерің істеген жұмыстардың жемісі табысты болсын балам. Балдарыңнан осы жақсылықтан басқа тілемеймін енді. Үлкен алғысым білдіргім келеді. Құрметті ата-аналар, оқушылар, Күлімхан апайдың арқасында осылай жетістіктерді көріп отырмыз. Еңбегіміздің жемісі ғой бұл деген, ұстаздың ұстамынан дейді бәрі. Сол сияқты сізге тек қана жақсылық тілеймін. Әрдайым балапандарымызға осылай біліміңізді арттып, жалғаса берсін деймін. Салт дәстүріміз үзілмей, қазақ мектебіміз осылай көбейе берсін.